Цикорий немесе шашыратқы. Астарлылар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Оңтүстіктің кез келген өңірінен табылатын бұл өсімдік жайлы түрлі аңыздар мен әңгімелер ел ішінде көп тараған. Тек таңертеңмен ғана гүлдейтін бұл ғажайып гүл шашырап гүлдегені үшін халық оған шашыратқы деп ат қойған. Бүгінгі күнде цикорийдің пайдасы шаш етектен екенін медицинада дәлелдеуде. Халық емшілігінде де кеңінен қолданыста. Ерітілген цикорийдің пайдасы мен зияны ғалымдар жүргізген көптеген эксперименттердің нәтижесінде пайда болды. Осылайша зерттеудің нәтижелері еритін цикорийдің пайдасы келесідей. Біріншіден, цикорий сусынын ішу жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Көңіл күйді көтеріп, жүйке қозғыштығы мен ұйқысыздықты жеңуге көмектеседі. Цикорий құрамында инулин табылған. Бұл зат зиянды микроорганизмдердің әсерінен қорғайтын пайдалы бактериялардың санының жылдам өсуіне ықпал етеді. Екіншіден, ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді және ішек микрофлорасын жақсартады. Цикорий салмақты жоғалтуға көмектеседі. Ерітілген цикорийді ішу метаболизмді қалыпқа келтіреді, шлактарды жояды және майдың сіңуін бәсеңдетеді. Бұл сусынның микробқа қарсы қасиеті ауыз қуысының шырышты қабығындағы зиянды бактерияларды өлтіруге мүмкіндік береді. Цикорий бүйрек, көк бауыр, бауыр ауруларын емдеуде өте жақсы көмекші болып табылады. Тәбетті жақсартып, жүрек бұлшықетін нығайтады және иммундық жүйені нығайтады. Цикорий қант диабетінде пайдалы, себебі оның құрамында глюкоза деңгейін төмендететін заттар бар. Тіпті суық тию кезінде пайдалы. Температура, тамақ ауруы және басқа да суық тиюге байланысты аурулармен күресуге көмектеседі. Егер сіз цикорий қолданбаған болсаңыз, оны міндетті түрде қолданып көруді ұсынамыз. Бұл сусын денені сауықтыруға және көп ақша үнемдеуге көмектеседі. Өйткені оның бағасы барлығының сүйікті кофесіне қарағанда әлдеқайда аз. Достар, комментарийда осы сусын жайлы өз ойыңызды қалдыруыңызды сұраймыз. Цикорийдің дәмі кофе тәрізді, тек құрамында кофеин жоқ. Цикорийдің танымал болуының сыры гүл түбірі дәрумендерге, глюкозаға және таниндерге бай болуында. Панкреатит кезінде еритін цикорийді қолдану ұсынылады, өйткені оның құрамында ұйқы безінің жұмысын жақсартатын инулин бар. Цикорий тамырына негізделген панкреатитте қолданылатын бір рецепт ұсынамыз. 15 грамм ұсақталған цикорийдің тамырына 600 мл қайнаған су құямыз. 10 минут қайнатып, суытып, сүзгіден өткіземіз және стаканның 1/3 бөлігін күніне 3 рет ішеміз. Егер сізде геморрой бар болатын болса, цикорийден жасалған осы сусынды ішетін болсаңыз, ауруыңызды жеңілдетуге көмектеседі. 5 грамм цикорий ұнтағына 100 мл қайнаған су құямыз және осы сусынды суытып, 3-ке бөліп, сол бөлікті аз-аздан күніне 3 рет ішетін боламыз. Ағзамыздағы кейбір жағдайларда цикорийді қолданбаған дұрыс. Олар цикорийға жеке төзімсіздік немесе аллергия, бронх демікпесі, варикозды веналар немесе өткір асқазан ішек аурулары. Ал егер мұндай жағдайлар жоқ болса, цикорий сусынын рахаттанып ішіп, деніңіз сау болсын. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Егер де сіздерге ұнаған болатын болса, осындай қазақша каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.